Өлең мазмұны болжам, өлеңді тыңда дейді. Мұғалім, мейірмен бізге қараған. Бір ағай келді қаладан. Сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жылы еді, шуақты ыстық жүрегі. Қашан ол жаттап үлгерген, кітапты жатқа біледі. Бұл жерде Рахымжан Өтегенов деген ағамыз жазған екен, ақын ағамыз. Ақын мұғалімді қалай сипаттаған? Ақын мұғалімді қараңыздар, бұл жерде мейірімді, сыйлы, сыпайы, шуақты, ыстық жүрегі бар деп сипаттаған, өйстіп сипаттаған екен ақын. Мейірімділігін көрсеткен, сыйлылығын көрсеткен, сыпайысын, шуақты, ыстық жүрегі бар екен. Енді бұл жерде қараңыздар, шуақты, ыстық сөздеріне сұрақ қой дейді. Бұл жерде шуақты қандай? Шуақты. Ыстық қандай? Ыстық. Осылай сұрақ қойылады екен, қандай деген сұрақ қойылады екен бұл жерде. Енді бізде заттың ісін білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Үлкен, таза, биік, екі жаты сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Мұғалімді сыйлаймыз дейді. Қандай сұрақтарын жауап беретін сөздердің асынсыз дейді. Бұл жерде сөйлем асынсыз мейірімді. Қандай? Қандай адам? Мейірімді адам, Қандай білім? Сапалы білім. Қандай деген сұрақтар жауап береді екен, Міне. Сапалы және мейірімді дегендерін асынсыз екенсіздер. Үшінші аттың жаңыл парты тыңдап, жатқа жаз дейді. Қол ұстаз. Бұл ұстаз, жас ұстаз, Міне, естіп жазады екенсіздер. Бүгін сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.